Ассалаумағалейкум, құрметті отандас бауырлар. Біздің бүгінгі жаңалығымыз Суон қаласынан басталды. Мынау менің артымда тұрған үлкен бұл Суон қаласындағы полиция бөлімі. Осыдан 2 ай бұрын бізге Өзбекстан Республикасының азаматтарынан қысым көріп жатырмыз деп, Қазақстан Республикасының азаматтары отандастарымыз байланысқа шыққан болатын. Яғни, Өзбекстан Республикасының азаматы Азымжан Узақов, Назымжан Егіталиев шетел азаматтарына заңсыз көлік сату және олардан ақша талап ету, заңсыз жүрген отандастарымызға қысым көрсету, тағысын тағы осындай ақпараттармен бізге байланысқа шыққан отандастарымыздың құқықтарын қорғау мақсатында дәл осындай қалалық полициясына келдік. Азымжан Узақов Суон қаласында бүгін қамауға алынды. Ол Өзбекстан Республикасының азаматшасын өлтірмек болды деген күдікпен қолына кісен салынды. Құрметті отандастар, жалпы 7 адамнан құралған бұл топ, 3-еуі Қазақстан, 4-еуі Өзбекстан Республикасының азаматтары болып шықты. Қазіргі таңда 6 адам қамауға алынып, 1 адамға іздеу салынды. Шетел азаматтардың құқықтарын қорғау бойынша бізбен қазір тікелей жұмыс атқарып жатқан заңгер адвокаттан қазір біз сұхбат алатын боламыз. Здравствуйте, меня зовут Суон Тимур, и я сегодня вот с этим человеком вел, скажем, уголовное дело, да, нам, скажем так, немногие помогали, и, соответственно, этот человек помог, и сегодня мы смогли арестовать, и, скажем так, он будет отбывать наказание законом Республики Южной Кореи. Что я хочу сказать? Дорогие зрители, кто смотрит это видео, пожалуйста, не попадайте на таких мошенников, как Узақов Азымжан. Если вы находитесь на территории Кореи, не бойтесь, обращайтесь в полицию, пишите заявление. Если у вас какие-то есть доказательства, вы можете в свое время обратиться и вам помогут. Общее сколько человек сейчас пострадавших? В общей сложности по моим основным доказательствам человек, наверное, 28-30 приблизительно. Из них пришло всего лишь человек 8-10, наверное. 2 человека из Коджидо, 2 человека из Чонджу и 3 человека из Ансана, если я не ошибаюсь. И, соответственно, не все явились. Почему? Потому что они, оказывается, находились на территории Республики Южной Кореи нелегально. То есть у них были просрочены ID-карты, это жертвы. Паспорта были не у себя. Соответственно, они не смогли написать заявление. Оңтүстік Корея елінде заңсыз көлік сатып жатқан отандастарымыз шетел азаматтары өте көп. Және олардың жарнамасы Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp желілерінде жарнамасы жер жарып тұр. Құрметті отандастар, егер сізге қандай да бір азаматтар көлік ұсынатын болса, сіз одан бірден бас тартыңыз. Бұл туралы бізге бүгін Суон қаласындағы полиция тергеу бөлімі ақпарат беріп жатыр. Және жақын күндерде Өзбекстан Республикасының азаматы Азымжан Узақовтың өмірі не болады? Ол өз еліне, өз отанына депортация жасала ма, әлде осы Кореяның түрмелерінде жазасын өтей ма? Бұл туралы келесі апта кореялық жаңалықтар, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сіздерге хабарын беретін боламыз.